Еріктілер қозғалысы, тілеулестік, мейірімділік сынды мызғымас адамгершілік құндылықтарын паш етеді. Бұл зависит прежде всего от нас самих. Біз бәріміз табанды еңбек етуіміз керек. Сонда ғана еліміз зор табыстарға жетеді. Бұл ең алдымен халқымызға қажет. Мы должны упорно трудиться, чтобы в 2026 году наша страна достигла новых успехов на благо народа. Қадірлі достар, дәл қазір жаңа жылды жұмыста қарсы алып жатқан азаматтарымыз бар. Бұл өз ісіне адалдық пен қоғам алдындағы жауапкершіліктің жарқын көрінісі. Мен сіздердің табанды еңбектеріңізді жоғары бағалаймын. Сіздерге арнайы құттықтауымды жолдаймын. Елімізді көркейтуге үлес қосып жүрген іріс бар дейді. Сондықтан берекелі бірлігімізді сақтап, бір тұтас ұлт болып, елімізді дамыта берейік. Бүгін осы ерекше сәтте жастар мен балаларға үндеу жолдағым келеді. Қазір мүлдем жаңа құбылыстар және зор мүмкіндіктер дәуірі. Әркім ең алдымен өзіне бойындағы күші мен қабілетіне сену керек. Ұлы Абайдың «Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың ек жақтап» деген сөзі әрдайым өзекті. Белсенді, білімді, еңбекқор, тәртіпті, ұшқыр болыңыздар. Жолдарыңыз ашық болсын, әрқашан алар асуларыңыз биік болсын. Еліміздің әр азаматына зор денсаулық, амандық және табыс тілеймін. Төрт құбыламыз түгел болсын, әр шаңырақ жақсылыққа толсын. Көк туымыз мәңгі желбіресін. Отанымыз Қазақстан Республикасы қазақ елі жасай берсін. Жаңа Әр адам өмірден өткен соң, осы үш амалдан басқасының барлығы тоқтайды. Оның бірі